Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Зейнетақы мен жәрдемақылар туралы ақпаратты мобильді қосымшалардан алуға болады. Бұрын бұл ақпаратты ХКО-дан алуға болатын еді. Енді зейнетақы төлемдері мен жәрдемақылар туралы ақпарат екінші деңгейлі банк қосымшалары арқылы алуға болады деп хабарлады Халық үні тілшісі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі алынатын зейнетақы және әлеуметтік төлемдер, жәрдемақылар туралы анықтама беру процесін автоматтандырды. Енді бұл қызмет екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшалары арқылы қолжетімді. Бұрын бұл ақпаратты тұрақты тұратын жері бойынша азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы КЕАК бөлімшелерінен алуға болатын еді. Қызметті автоматтардың қажеттілігі үлкен сұранысқа ие болып, тек 2022 жылы 210 мыңнан аса адам анықтама алды. ЕқЭқым ЕДБ мен бірлесіп 15 минут ішінде мобильді қосымшалар арқылы электрондық форматта қызығушылық тудыратын деректерді алу мүмкіндігін іске асырды. Анықтаманың цифрлық нұсқасында алынған және белсенді төлемдердің мөлшері туралы ақпарат бар. Көрсетілетін қызметті алушы 2016 жылдан бастап кез келген кезеңді таңдай алады. Қазір қызмет Қазақстан Халық банкі Ақ мобильді қосымшасында қолжетімді. Жақын арада осы ақпаратты алу мүмкіндігін Каспий банк Ақ қосымшасында іске асыру жоспарланып отыр. Мобильді қосымша арқылы алынған жәрдемақылар, зейнетақы және әлеуметтік төлемдер туралы анықтама беру ақпарат алу процесін жеңілдетеді және оңайлатады. Сонымен қатар мемлекеттік бюджетті айтарлықтай үнемдейді. Егер де біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.